Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін сіздің не үшін байымайтыныңыз туралы айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыз. Ең бірінші себеп ол басқалардың сіздің автокөлігіңізге қалай қарайтынына өте көп көңіл бөлесіз. Автокөлік сізді бір жерден екінші жерге апаратын құрал ғана. Дегенмен көптеген адамдар машинаға кәдімгідей көп ақша жұмсайды. Әсте көнерген көліктерді жүргізіп, үнемдеп қалған ақшаны қаржы қосуға жұмсамайды. Расында машинаның бір ғана мысал. Киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй жинақтары, басқаларды қалай қараумен беделі үшін мүлде қор жинай алмайсыз. Сіздің ерекше болып тұрмыс кешуіңізде сізге көп ақша жинауыңызға кедергі келтіреді. Егер сіз қазір бұл істерді істеуге жетпейтін болса, қарыз алып, әлекке түсіп, кредит төлеуіңізге тура келеді. Сондықтан сіз қолыңыз жетпейтінге онша көп ақшаңызды құртпаңыз. Ең несі, қызметіңізді ұнатпайсыз. Қызметіңіз сөз жоқ, армандағыңыздай болмаса да ұнатуыңыз керек. Егер сіз ақша үшін ұнатпаған қызметті таңдасаңыз, болашақта барлық ақшаңызды жұмсап, осы ұнатпаған қызмет тудырған қысымды жеңілдететін боласыз. Үйренуге зауқыңыз соқпайды. Сіз университет бітірген соң жалғасын үйренуім қажет деп ойлауыңыз мүмкін. Осы ойыңызбен бір қызметті ұстап қалуыңыз да ғажап емес, бірақ мәңгі бай бола алмайсыз. Егер бай болғыңыз келсе, түрлі білімдерді белсене үйренуіңіз, қызмет сапаңызды жоғарылатып, қазына жию біліміңізді молайтуыңыз өте қажетті. Үнемі өзіңізге қажеті жоқ нәрселерді сатып аласыз. Үйіңізде, қабырғаңызда, шкафыңызда, жер асты бөлмеңізде, автокөлік үйіңізде өткен бір жылда мүлде істетпеген нәрселер бар ма екен? Қарап көріңізші. Егер бар болса, сіз сатып алған бұл нәрселер дәулеттің құнын арттыратын ақшаны ысырап қылған болуы мүмкін. Үйіңіз өте үлкен. Егер сіз экономикалық жағдайыңыз жар бермейтін үйді сатып алған болсаңыз, ұзақ уақыт бойы қарыз қайтарасыз. Көп салық төлейсіз, үйді жөндеу қаражатын жұмсайсыз. Тағы да көп нәрселерді алып үйдің ішін жөндеуге қаражат кететін болады. Бірақ сіз үй сатуға шебер болыңыз, немесе өзіңіздің қоныстану мөлшеріңізді төмендетуге дайын болыңыз. Биыл 100 шаршы метрлік, келер жылы 50 шаршы метрлік үйде тұрыңыз. Барлық бай адамдар ол тасы өрмелеп, тасы домалап байып кеткен кезде осыны істеп алуым керек, істейтін едім деген сияқты өзіне какой-то бір табандылық пайда болады. Сондықтан сізде осындай табандылық болғаны дұрыс. Егер бұл видео ұнаса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.